Hold up. Ассалаумағалейкум достар, сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 122-ші сабақ Photoshop. Ал достар, көп созбай PicsArtқа кірейік. Бүгін бізде PicsArtпен жұмыс істейтін боламыз. 2 сабақ бойы киномастер болған бізде. PicsArt достар, мінекей фотоға түсудің тәсілін басында көрсете кетейін. Қалай түсу керек екенін дәл осылай жіппен орап түсесіздер. Әдеттегідей бізге суретке түсетін қыз Шынар есімді қыз достар. Мінекей білмейтіндерге, қызықтырып жүргендерге. Неге дәл осылай достар, енді қайшымен қырқып аламыз. Менің әдеттегідей басталатын бірінші функциям осы қырқып алу. Дәл осылай қырқып аламыз. Енді артындағы фон однотонный фон керек достар, себебі однотонный фон болмаса бұл жерде рөл ойнамай қалады. Себебі егер сіздер однотонный бір түсті фонда түссеңіздер, сіздерге қиындық тудырмайды. Неке дәл осылай суретке түсеміз. Енді әрмен қарай слойлармен жұмыс істейтін боламыз. Бұл жерде достар біздер қыздың үстін қазір басып қоя салайық. Неке қазір бір однотонный фон, барынша сұр фон таңдап аламын, себебі біздің сурет кішкене қорқынышқа жақын болғасын мен сұр фонмен істейтін боламын. Дәл осы бір пустой слой ашып қоя салайық достар, бізге керекті болып қалады міндетті түрде. Дәл осылай қыздың үстін басып қоямыз. Әрмен қарай достар, неке жіптің арасын өшіреміз. Неке қазір өшіргішті басып өшірген кезде сұр болып кетеді. Сол үшін қай жер өшкенін көру үшін достар, ғана сұр фондың көзін басып қойып алып тастаймыз. Әрмен қарай өшіргішті өзімізге ыңғайлап алып достар, енді неке жіптің екі ортасын өшіріп шығамыз. Байқаңыздар, жіп өшіп кетпеу керек достар. Бұл жердегі негізгі қарайтын нәрсе осы жіп болады достар. Ішіндегі адамның терісін өшіріп тастаймыз. Міндетті түрде жіп өзі қалу керек достар. Енді мына жерде ақ жіп достар, енді өздеріңіз көріңіздер, қара жіп, барынша светлый, бір басқаша адамның терісіне ұқсамайтын жіптерді алсаңыздар, анық және де қою көрінеді. Енді барынша қара жіп болса тіптен жақсы. Енді мен бұл Photoshop істеу барысында түсініп отырмын, қандай жіп керек екенін. Неге достар, енді процестің бір шетін көрген шығарсыздар. Енді әрмен қарай ортадағы жіпті қалдырамыз да достар, неке астындағы мойын жақтыда дәл осылай өшіріп тастаймыз. Неке достар, өшіріп болдық. Енді әрбір функцияны өшіргенін мен сіздерге көрсетіп отырмайын, уақытты созып. Неке астында дәл осылай өшіреміз. Неке ортада орын қалады. Енді мінекей жіптің қосылып кеткен жерлер достар, неке пипетканы алып, жіптің түсін анықтап аламыз. Мына жерден енді өзімізге сәйкес келетін кистті таңдап аламыз, кішкене жіпке ұқсайтын. Неке достар, енді мен сіздерге қара жіп немесе однотонный бір сары жіп деген себебім, енді мына жерде көрдіңіздер, егер сап-сары болатын болса, бірден түсін таңдап алады. Енді қара түс болатын болса, бірден түсін осылай таңдап ала аласыздар. Қазір мен мына үстіне шығара салайын достар. Астында тұрса жіптің астында қалып қояды, сол себептен төбесінде. Примерно дәл осылай достар, примерно қоса беріңіздер, қолдарыңыз келгенше сызып, әрмен қарай бұны өшіргішпен жөндеп аласыздар. Өшіргішті батырмасын басамыз да, өшіргішпен бұны жіп сияқты қылып шығарамыз қазір. Неке шет-шетін жаймен деп өшіріп шығамыз. Неке қазір, неке алсаң қараңызда өзі жіпке ұқсайды достар. Тура жіп сияқты болады. Қазір бұлардың үстіне барлығына не бергесін тіптен жіпке ұқсайды. Екеуін біріктіріп тастаймыз. Енді копия, неке астынан достар, фонды көзді басып тұрып бір сохранить етіп аламыз. Тура осы PNG форматында. Енді қайта көзді ашамыз. Әрмен қарай добавить фото. Неке мына жерден пустой слой ашып ала салайық достар. Міндетті түрде пустой слой керек болады. Фото. Добавить фото, жаңа сохранить еткеніміз дәл осылай PNG болады. Бір шетке апарамыз да. Басқа жерді басып қоймай тұрып істеңіздер достар. Бұны бір басып қойсаңыздар, тура келтіру өте қиын болады. Неке дәл осылай қойып аламыз. Әрмен қарай енді мына жердегі достар, асты мен үстіндегі көзді басып тастап, біз қазір төбесіндегінің денесін өшіреміз. Бір осыған ұқсас сабақ болатын достар, бір басын майыстыратын көрген боларсыздар, неке денесін ғана өшіреміз. Неке жіптің бір майысқан жерлерін қалдыра салайық қазір достар, пока что жіпті толық өшірмей тұрыңыздар, себебі қазір біз бұны істеген кезде жіптер бір-біріне сәйкес келмей қалуы мүмкін. Неке енді жоғарыдағын көзін басып қоямыз да, неке қазір ұмытып бара жатырмын. Неке көзді басып қоямыз да, енді бұл жақтың басын өшіреміз достар, денесі қалады. Бұл енді мен біз инстада бір қазақстандық алматылық бір орыс бала бар, Андрей дейтін, соның бір фотосында көрген болатын достар. Шынында да керемет осы идея, бірақ та ол соткамен, компьютермен жасағасын мүлдем басқаша болатын. Енді біздің сотканың да компьютерге жете алмайтын жерлері бар, сол себептен мен басқаша кішкене өзгертіп идея қолдандым. Әрмен қарай жіптің шығып қалған жерлерін өшіреміз достар, неке денеге тиіп кетпеу керек. Дәл осылай мұқият абайлап өшіріп шығасыздар. Енді жіптер бір-біріне бірігу керек, как будто адамның басын жіп қана ұстап тұрған сияқты болады.
егер сіздер бір однотонныйға жіпті былай қойып суретке түсіріп кейіннен жіпке қойсаңыздар, ол тіптен керемет болады. Компьютердің фотошопында өзінің арнайы функциялары бар достар. Жіпті былайынан өзің қалаған түрінде майыстырып, қалаған цветке бояп, өзің қалаған түске бояй салатын түстер болады достар. Мінекей тағы бір солай ашамыз. Бұны фонның төбесіне екі ненің астына қоямыз. Енді бұл қара. Бұны істесеңіздер де болады, істемесеңіздер де болады. Себебі бұл кішкене тем береді, яғни адамның кішкене шынайылыққа апарады. Неге? Мойынның мына тұсын өшіреміз, бастың астынан ғана бояп шығамыз. Тура осылай қарамен бір жүргізіп шығыңыздар, сосын бұның қоюлығына азайтамыз. Өшіргішпен кішкене жандарын өшірейік. Көріп үлгермегендерге мінекей мен өшіргішпен өшіріп жатырмын деп бір көрсетіп қойдым. Мінекей дәл осылай өшіреміз де, енді әрмен қарай күшін азайтамыз. Мінекей күшін барынша азайтып қойыңыздар. Мінекей әрмен қарай енді добавить фото арқылы достар біздер өзімізге керек. Кешірім сұраймын. Эффект бетіне фильтр беретін боламыз достар. Мына жерде пена деген функция бар. Пенамен бұл да бір аяқ асты келген идея болатын достар. Мен дәл осымен тоқтайын ба дегеннен осы жерде пенаны басып, аяқ асты идея келіп кеткен болатын видео барысында. Мінекей әрмен қарай размерді тіктеп аламыз да, мінекей екеуінің ортасын осылай аққа бояп шығамыз. Мүмкін сіздер аққа бояйсыздар, мүмкін сіздер цвет, ең астында тұратын цветы деген нәрсе бар, эффекттің ішіне. Сол жерге кіріп қызылға боясаңыздар болады. Әр жіптің ортасын разноцветный қылып қойсаңыздар болады. Енді идеяда шек жоқ достар. Әрмен қарай дененің жартысын бояймыз. Енді мінекей достар, дененің жартысын бояп болғасын достар, өшіргіштің теориясын до конца апарып, тігінен тура осылай өшіріп қоямыз. Неге бұл да бір ерекше эффект береді. Адамның беті бір жері ақ, бір жері тура бір бояп қойған секілді. Әрмен қарай добавить фото арқылы бізге екі көз керек достар. Бұл керекті фотоларды мен комментарийға ссылкасын қалдырамын. YouTube'да да, ВК'да да мен комментарийға сілтемесін қалдырамын достар. Қай жерден алу керектігін. Мінекей тура бұны жақындатамыз. Неге екен осы екі көзді пайдалансам фотошопқа мен соткам бірден қатады. Светлый достар, мінекей астындағы смешайтқа кіріп светлый қылып қоямыз, қызыл көзді. Сол кезде дәл түседі. Әрмен қарай енді тағы да добавить фото. Енді жарылған жердің қыртыстары. Енді дәл осыны достар примерно үлкейтеміз, барынша үлкейтіп қоямыз да, адамның бір ғана денесіне қоямыз. Қалған жерлеріне артық қалады. Бір мына шеттен бастап жарылып келе жатқан сияқты болады достар. Мінекей барынша не қылдық, енді ары қарап Dodger, HDR қостым достар, енді көріп жатқан шығарсыздар разницасын. Оларды көрсетуге енді барлықтарыңыз білесіздер эффект беруді. Мінекей достар, аса қатты қиындығы жоқ, барынша рисовайтпен жұмыс істейсіздер, және де жіпті дұрыс пайдаланыңыздар. Ары қарай сіздердің идеяларыңыз достар. Мінекей сіздерге ұнады деген айтамын. Сіздермен бірге болған мен Мико Про достар, сау саламатта болыңыздар. Енді тез видео шығады деп әр видеода айтамын, бірақ та білмеймін, идея келмей қалады, кішкене күтіп қаласыздар. Сол себептен кешірім сұраймын достар. Жаңа видео жақында. Сау саламатта болыңыздар.